Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздермен бүгін біз тағы да кездесуді бастап отырмыз. Егер мені тыңдап отырсаңыздар, мен естіліп тұрса, сіздерге слайд көрініп тұрса экранда, белгі берсеңіздер, иә? Плюсті қоясыздар ма, иә, естіліп тұр деп жазасыздар ма? Естіліп тұр? Көп рахмет. Ондай болса, біріншіден бүгінгі бұл біздің мұсылмандардың ең бір үлкен мейрамы, сондықтан мейрамдарыңыз құтты болсын бүгінгі. Барлығыңызға тек қана тыныштық, осы әр келіп атқан дүниедегі әр нәрселерді жеңіп шығуға бізге күш жігер берсін дейік. Құрметті әріптестер, сіздермен біз айтқан болатынбыз өткенгі вебинарымызда. Біз сіздерге серия вебинар дайындап жатырмыз. Соған қатысқан әріптестеріміз барлық серия вебинарларға қатысса екен деген өтініш болған болатын, иә. Сондықтан да бүгін біздің екінші вебинарымыз. Сол серия вебинардың екінші сабағы болғалы жатыр. Бұл екінші сабағында сіздер қандай тақырыпта бізбен бірге жұмыс жасайсыздар? Біз бүгін сол қашықтан оқыту кезіндегі тиімді жоспарлау тақырыбы бойынша вебинарлардың сериясының екінші сериясы бойынша сабақты жоспарлау кезіндегі оқытудың саралау тәсілдері деген тақырыпты өтеміз. Сабақты жоспарлау кезіндегі оқытудың саралау тәсілдері. Бұл нені білдіреді? Біз осы кеше алдында өткен вебинарымызда жоспарлаудың құрылымдарын өтіп атсақ, енді сол жасап атқан жоспарымыздың барлық дүниесіне қалай саралау жасаймыз, иә? Осы туралы бүгін сіздермен әңгіме айтқымыз келеді. Кішкене интернет слабылау болып тұрған сияқты, әріптестер, егер де нетіп атса, мен видеоны сөндіремін. Естілмей жатса, бір нәрсе болып жатса, иә? Дегенмен, әріптестер, өткенде бірінші вебинарға қатысып отырғандар қатысып отырсыздар ғой, иә? Кішкене ширақтау болу керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Әріптестер, біз сол сұрақтарыңызға байланысты, сұрақтарыңызға байланысты жұмыс жасау болатын бізге. Біз әлі белсенді болмай жатырмыз. Әріптестер, бірінші күнгі вебинарымызды жалғастырайық. Оның туралы мен қазір вебинар арасында айтып кетемін. Оның мақсаты не? Плохая связь, отключите камеру дейді. Камераны мен сөндіре тұрайын, әріптестер. Қашықтықтан оқытудағы жоспарлаудың барлық кезеңдерінде саралау тәсілдерін пайдалану мүмкіндіктерін қарастыру. Бүгінгі біздің негізгі вебинарымыздың мақсатын байқап отырғандарыңыздай, біз әр тапсырмаларды қалай саралаймыз, қалай жасаймыз, осыған қарай тоқталғымыз келеді. Шамамыз келгенше осындай бір шамалы уақытымыздың ішінде, 40 минуттай уақыттың ішінде осыны қарастырғымыз келеді. Енді бұны қарастырып отырған кезде сіздердің көмектеріңіз арқылы әрине мынандай күтілетін нәтижені болжап отырмыз. Қашықтықтан оқытудың әр кезінде қолданылатын саралау тәсілдеріне мысалдар келтіріп көреміз. Оны қалай жасайтынымызды көргіміз келеді. Әдетке айналдырғандай, вебинарымыздың біз теориялық бөлігін өтеміз. Ол глоссарийден бастаймыз. Біз ол глоссарийден бастамас бұрын сіздермен жауап беріңіздерші, құрметті әріптестер. Өте жақсы, бәріңізге естіліп тұрғаны өте көрініп тұр. Өте жақсы мектеп мұғалімдері қосылып жатыр екен, өз мектептерін қосылып жатқандарын айтып жатсыздар. Өте керемет. Енді дискуссия алаңына шақырайыншы барлығыңызды. Егер де сіздердің көріп отырған экрандарыңыздың алдында прямой эфир дегенге деп сөз шықса, онда сіздер соны басып микрофонмен де сөйлеулеріңізге болады. Сондықтан да сіздерден өтініш, осы сұраққа іздеп көрейікші. Қашықтан оқыту кезінде саралау тәсілін қолдану қажет пе? Қалай ойлайсыздар?
саралау тәсілін қолдану қажет пе? Кәні чатқа жазамыз, немесе жауап береміз. Ал, әріптестер, қажет дейді. Айнагүл әріптесіміз айтады, қажет дейді. Жақсы. Тағы да келісесіздер ме басқа әріптестер? Қашықтан оқыту кезінде саралау тәсілін қолдану қажет пе дейді. Айман, Гүлнұр, өте жақсы, бәріңіз қажет деп жатсыздар, иә? Өйткені бұл қажет дейсіздер. Ал енді неліктен қажет? Қалай ойлайсыздар? Неліктен қажет? Көріңіздерші, айтып көріңіздерші, неліктен қажет? Сіздерді мен көрмесем де, мен сіздерге көрініп отырайыншы деп көрініп отырғым келеді негізінен. Неліктен қажет деп ойлайсыздар? Неліктен қажет? Неліктен қажет? Қане, бөлісіңіздерші. Әр оқушының оқудағы қажетін. Өте керемет пікір, Айнагүл. Рахмет, әріптес. Осы бойынша бір нәрселер жасап жатсыз ба? Айнагүл, өзіңіз бөлісе аласыз ба? Егер қажет болса, микрофон бар ма сіздерде? Мүмкіндік болса, соны алып айтсаңыздар да болады. Еркін отырайық та, өзіміз ғой, өзіміз болып әңгімелесейік деп ойлағанбыз сіздерменен, әріптестер. Ал? Микрофондарың жоқ па? Жақсы, онда чатқа жаза беріңіздер, иә? Жақсы. Осы вебинар көріп отырған экранның бетінде тұру мүмкін. Прямой эфир деген жазу, соны бассаңыздар, микрофонды алуға болады. Мынау отключите камеру деп қайта-қайта шыға береді маған. Так, жақсы. Тиімді оқыту үшін, өте жақсы. Тиімді оқыту үшін. Рахмет, Айнагүл әріптесіміз. Басқа әріптестер. Дискуссияға шақырамын сіздерді. Тағы 1-2 минут әңгімелесіп көрейікші. Жақсы, қажет дедіңіздер. Неліктен қажет оны? Алға ілгерілеу үшін қажет дейді Гүлдана. Өте жақсы. Өте жақсы. Алға ілгерілеу үшін қажет дейді. Сонда біз алға қарай жылжып, ертеңгі сабағымызды жақсарту үшін, және де оны дүниеге келтіру үшін, бір реттілікке, жүйелікке келтіру үшін бізге саралау әдістері қажет дейді. Жақсы. Тағы да басқа әріптестеріміз. Күтіп отырмын, әріптестер. Индира қосылып жатыр екен, бірінші мектептің мұғалімі енді қосылып жатсыз ба? Так, оқушының оқуға ынтасын арттыру үшін керек дейді. Оқушының оқуға ынтасын арттыру үшін керек. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін керек дейді. Гүлжан айтады, оқушылардың бейімділіктерін, қызығушылықтарын, байқаған қабілеттерін ескере отырып, формасын ұйымдастыру үшін қажет дейді. Өте қажет. Керемет. Көп рахмет, әріптестер. Ал енді егер де мынаған қалай жауап берер едіңіздер? Келесі бір сұрақтағы да қойғым келіп отыр сіздерге. Өйткені маған сіздердің жауаптарыңыз өте қажет, керек. Қашықтықтан оқыту кезінде саралаудың қандай параметрлерін орындалуы мүмкін? Қандай параметрлер орындалуы мүмкін? Параметр деген сөз параметр деп алып отырма дей? Жолдары деп айтқан дұрыс болатын шығар, иә, қазақша айтқан кезде. Түсінікті болсын деп ойладым. Қашықтан оқыту кезінде саралаудың қандай параметрлерін орындау керек деп ойлайсыздар? Немесе орындап жатсыздар, әйтпесе орындайсыздар. Осы туралы айтасыздар ма? Өз пікірлеріңізді. Қандай параметрлерін? Қандай параметрлерін қолданасыздар? Әріптестер. Диалогтық оқыту. Жақсы, өте жақсы. Диалогтық оқыту. Дәлелдеп көрсеңіздер. Қолдау көрсету. Диалогтық оқытуда қолдау көрсету. Жақсы, өте жақсы. Рахмет, Айнагүл, бөліскеніңізге. Осы параметрлерді қолданасыздар. Тағы да қандай параметрді қолданасыздар? Көп қолданып жатырмыз бәріміз, иә, диалогтық оқытуларды, қолдау көрсетуді оқушыларға. Осыны біз қазір көбірек қолданып жатқан сияқтымыз. Бұрын мектепте оқып жүрген кездерде сабақтардың кезінде қолданбағанмен, қазіргі уақытта көп осы диалогтық оқыту басым болып тұрған сияқты, иә. Сұрақ-жауап әдістері басым болып тұрған сияқты. Жақсы, көп рахмет. Тағы да 1-2 әріптесіміздің пікірін тыңдасақ, содан кейін келесі әрі қарай теорияға көшсек. Бағалау. Қандай параметр? Бағалау параметрінде кері байланыс орнату. Дауысыңыз үзіліп кетіп тұр дейді. Барлығыңызға солай болып тұр ма, әріптестер? Гүлжан айтады, дауысыңыз үзіліп кетіп тұр деп. Кері байланыс дейді.
Жақсы. Дауысым үзіліп кетіп тұр ма? Онда камераны сөндірейін, иә, әріптестер? Не, слабо болып тұр. Бірақ вроде стабильный деп жазылып тұр. Камераны сөндірем. Так, онда келесі неге көшейік? Глоссарийға көшейік, иә? Теориямызға көшейік, глоссарийға. Глоссарий, қашықтан оқыту. Біз өткенгі вебинарда бұл туралы айтқанбыз сіздерден. Мен камераны арнайы әдейі сөндіріп қойдым. Аха, камерадан сөндіріп қойдым камераны, слабый болғаннан кейін, не, интернет желісі. Қашықтан оқыту. Білім беру орталығынан қашықтықтан тұратын оқушылардың оқу танымдылық іс-әрекетіне, олардың алған білім деңгейлеріне қарамастан, мақсатты және әдістемелік тұрғыдан ұйымдастырыла басқару технологиясы қашықтан оқыту деп айтылады екен. Және қашықтан оқытудың міндетті сабақтарының ең аз саны кезінде оқушы мен білім алушының педагогикалық қарым-қатынас құралдары мен әдістерінің көмегімен жүзеге асырылатын оқыту түрі ол қашықтан оқыту деп айтады екен. Бұл глоссарий бойынша біз өткен сабақта біраз сіздермен тоқталып айтқан болатынбыз. Ал енді бүгінгі глоссарийімізға жаңадан келіп отырған теориялық ұғым ол оқытудағы саралау. Оқытудағы саралау деп отырғанымыз бұл оқыту үдерісі кезінде балаларды топтастыру түрінде жеке және топологиялық ерекшеліктерін есепке алу және қалыптасқан топтарда әртүрлі топтар құру екен. Сонда қараңыздаршы, саралап оқыту деп отырғанымыз, жеке және типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып оқыту екен, иә? Жеке және типологиялық ерекшеліктерін. Саралау тәсілі деп отырғанымыз не? Саралау тәсілі деп отырғанымыз оқытудың мақсатына қалыптастыратын сөйлеу қызметінің түріне, оқыту кезіндегі меңгерілетін тілдік материалдарға, оқушылардың жасына және тағы да басқа байланысты әртүрлі әдістермен, тәсілдермен пайдалануды болжайтын оқытудың жалпы әдістемелік принциптарын саралау тәсілдері деп айтады екен. Сонда көріп тұрғандарыңыздай, оқушылардың жасын және тағы да басқасын, материалды меңгерткен кезде, соны ескере отырып, түрлі әдістерді пайдаланып берілетін оқытудың түрін ол саралау тәсілдері деп айтады екенбіз, әдістемелік принциптерді. Жақсы, қазір мені естіп тұрсыздар ғой, жақсы. Келесі, осы глоссарийімізді біз тағы да кішкене нақтылап толықтыратын болсақ, асинхронды оқыту және синхронды оқыту. Бұл өткен сабақта да біз бұл туралы айтқан байланыс, оның уақыт барысында кешуімен жүзеге асырылатын оқыту әдісін айтады екенбіз. Бұл біз өткен вебинарда айтқан болатынбыз, тағы бір қайталап өтейін. Ал синхронды оқыту деп отырғанымыз нақты оқыту режимінде оқыту форматы. Бұл ретте сабақтар әрдайым белгілі бір жерге байланып тұрмайды. Әр жерлерде өткізілуі мүмкін деген сияқты. Қашықтықтан сабақ. Бұл туралы да өткен вебинарда айтқан болатынбыз, бірақ қайталап кетейін. Бұның бәрі неге қайталап айтып отырмын, әріптестер? Өйткені біз қазір осы бойынша біраз жұмыстар жасаймыз, сізбен біз бірігіп. Қашықтан сабақ деп отырғанымыз, бұл белгілі бір уақыт шеңберінде өткізілетін қашықтықтан сабақты ұйымдастыру түрлері, онда педагог оқушылардың оқылатын материалдардың негіздерін меңгеру, шығармашылық қабілеттерін дамыту және тәрбиелеу мақсатында өзінің білім беру өнімін құру бойынша жеке және топтық қызметті басқарады. Бұл сонда қашықтықты оқытуды көріп отырғандарыңыздай жеке және топтық жұмыстар екен. Бұл жалпы местерге дайындаған бүгінгі сабақтағы негізгі теорияларым болатын. Мына схеманы естеріңізде білесіздер, осы теорияны кішкене бекіту үшін, сәл бекітіп нақтылау үшін, мен мына бір теорияны схеманыға тағы да бір тоқталып айтып кеткім келіп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай қашықтан оқыту, аралас оқыту, бұл асинхронды
оқыту деп отырғанымыз бағалау үшін тест тапсырмаларын беріп, қалыптастырушы бағалау жасау, дағдыларын дағдыландырып, өз беттерінше оқуға арналған практикалық тапсырмалар беру, және өз беттерінен оқу, мәтіндік және ақпараттық материалдарды меңгеру. Осымен қоса кері байланыс. Бұл асинхронды оқыту түріне жатса, ал синхронды оқыту түріне қарама-қарсы құралдар және тікелей оқыту. Біз асинхронды және синхронды оқытулардың түрін таңдаған кезде оқу мақсатына бірінші тоқтала отырып, оқу мақсаты бұна жақсылап үңіле қарап, сол оқу мақсаттарында бүгін қандай мақсатқа қол жеткізіміз келеді, соны ойлана отырып, сол мақсатқа қол жеткізу үшін біз қашықтан оқытудың қай түрін таңдағанымыз тиімді. Асинхронды оқыту жүйесі бе, әлде синхронды ма? Сол бойынша өзіндік әрі қарай іс-әрекет жасаймыз. Бұл кезде біздің пәндік ерекшелігіміз де есте сақталынады, иә? Пәндік ерекшеліктер арқылы мен техникалық пәндерді қалай сабақта бере аламын, гуманитарлық бағыттағы пәндерді қалай беремін, жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша мен бұл жерде не істей аламын. Егер де мен бүгін синхронды оқытудың әдісін таңдайтын болсам, онда оларға тікелей оқыту жүргізетін болсам, ол тікелей оқытуымда мен қалай онлайн тәжірибе жасаймын, содан кейін олармен бірге тағы да не жасаймын, конференция өткізуім мүмкін, немесе онлайн сабақтар өткізуім мүмкін, иә? Бұл схеманы сіздерге өткенде де көрсеткен болатынбыз, қазір жалғастырып жатырмыз. Енді қосылып жатқан әріптестеріміз бар екен, саламатсыздар. Ал енді сіздердің өткен жолғы бірінші вебинарда тақтаны толтырып жұмыс жасаған болатынсыздар. Сол тақтаны жұмыс жасап толтырғандағы, тақта жасағандағы сіздердің схемаларыңызға байланысты бұл сызбаны мен кішкене арналған практикалық тапсырмаларға тренажерлар қосылды, жұмыс дәптерлері қосылды, және де барлық біз кері байланыстарға барлығы үшін түсінік беру деген кері байланыстың түрлерін айтқан екенсіздер, соны алдық. Байланыс көздерін қолданып отырып пікірлесу балаларменен осы алынған екен. Ал бағалау үшін тест тапсырмаларын, қалыптастырушы бағалау үшін мынандай бір баған қостық. Бірлескен жұмыс өзара және өзін-өзі критерийлер бойынша мұғалімнің бағасы деп қостық, иә? Мұғалім бағалайды, әйтпесе мұғалім өзі береді, балаларға бірлескен жұмыс ұйымдастырады, сол бірлескен жұмыста өзара немесе өзін-өзі бағалау үшін критерийлер беруі мүмкін деп алдық. Ал енді қарым-қатынас құралдарына тағы да мынаны қостық, пікір. Бұл пікір мессенджерлер арқылы, платформалар немесе микрофондардың көмегі арқылы іске асатын тағы да бір бөлігі қосылды. Сонымен қоса өз бетінше оқуға арналған мәтінді ақпараттарды меңгеру үшін, материалдарды меңгеру үшін мынандай бір бағандарды қосып отырмыз. Мұғалімнің тапсырмалары. Бұл жерде мұғалім видео түсіріп алдын ала жіберуі мүмкін, немесе таныстырылым жіберуі мүмкін, иә? Және де осымен қоса тақырып бойынша қосымша материалдар беріп отырмыз. Тақырып бойынша қосымша материалдар. Осы тақырып бойынша қосымша материалдар бере отыра, оқыту сайттарында осында кіргізіп отырмыз, оқу сайттарын қосып отырмыз. Ал тікелей оқытуға кеңестер дегенді де қостық, иә? Онлайн тәжірибе, онлайн сабақ, конференцияға тағы да кеңестер қосып отырмыз. Консультация, иә? Орыс тілінде айтқан кезде консультация деп айтамыз, иә? Міне осындай біздің таблицамыз, сызбамыз тағы да толықты. Бұның ары қарай толығуы сіздердің күнделікті сабақтарыңыздағы жауаптарыңызға байланысты нақтыланып отырады. Бұл схеманы біз әрбір вебинар сайын нақтылап толықтырып отырамыз. Келесі, енді осы саралау деген кезде сіздер жаңартылған білім беру бағыт дауысыңыз жай ғана шығып тұр дейді. Естілмей қалдыңыз дейді. Естілмей жатыр ма, әріптестер? Естіле ме, әріптестер? Естіліп жатыр ма? Дауысым естіліп тұр ма? Рахмет, жақсы. Бар шамам келгенше қаттырақ сөйлеуге тырысам. Үзіліп шығып тұр дейді. Что-то бүгін неге екенін білмеймін, интернет слабый, қайта слабый болып тұр деп көрсетіліп тұр. Айыпқа бұйырмаңыздар енді. Бірақ толық несі көрсетіліп тұр, палочкасы. Кейде шығып тұр қайта. Жақсы. Біз осы саралау деген кезде жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша пәннен келіп әрқайсыңыз оқыған кезде бұнымен таныстыңыздар.
танысып, осы 7 негізгі тәсілі бар екенін білесіздер, иә? Сол 7 тәсіл арқылы сіздер танысып, әрқайсысын қолданып көріп, қысқа мерзім жоспарға қалай оны қолданамыз және қалай жасаймыз деп сіздер жасап көрген едіңіздер. Соны еске түсірсеңіздер, сонымен сыныппен жұмыс саралаудың кезіндегі 7 кең тараған тәсілін алып отырмыз. Ол тапсырма, дерек көздер, қарқын, қорытынды, диалог және қолдау көрсету, бағалау, жіктеу. Осы 7 тәсілі бар. Бұл 7 тәсілді алған кезде біз сабақтардың әрбір кезеңдерінде қолданып отырған әдіс тәсіліміздің осылардың қай тәсілін не сүйеніп жасайтындығымызды біз қысқа мерзім жоспарда саралау бағанына жазамыз, Қорытынды арқылы саралау болатын болса, тапсырма бірдей болуы мүмкін, Тапсырма бірдей болуы мүмкін. Бірақ нәтижесі әртүрлі болуы мүмкін. Мына көріп тұрғандарыңыздағыдай суретте балмұздақтың суреті көрсетіліп тұр, Балмұздақ. Бәрі бір балмұздақ. Балмұздақ аттары, Бірақ көріп отырғаныңыздай бір балмұздақтың ерекшелігі, екінші балмұздақтың ерекшелігі, үшінші балмұздақтың одан өткен ерекшелігі. Сонда бұл жерде көріп отырғандай қорытынды арқылы саралау. Сонда жұмыс тапсырма бірдей болғанмен жауап әртүрлі болуы мүмкін, Сол әртүрлі жауаптың ерекшелігіне қарай көңіл аударып, сол арқылы әрі қарай жұмыстарыңызды жүйелеу. Бағана өздеріңіз айтып кеткендей, оқушының қажеттілігін ескеру сияқты. Ал енді тапсырмалар арқылы саралау. Берілетін тапсырмаларды саралау бойынша берілуге болады, Тапсырмалар арқылы саралап береміз. Және ол тапсырмаларды берген кезде, саралап берген кезде біз сыныптарымызда өзіміз ол оқушыларымызды білеміз. Қайсы қандай деңгейде оқи алатын, қандай тапсырмаларды орындай алатын, және қай тапсырмаларды жөндеп естілмей тұр дейді. Мен де не істейін айтып қоймаңыздаршы. Сонымен тапсырмалар арқылы саралау. Бұл тапсырмалар арқылы саралау кезінде, мысалы үшін сіз жоғарғы деңгейлі тапсырма, одан кейін ол екінші оқушыларыңыздың меңгере алатын тапсырмасы, немесе мына топтарды топтастырған кезде біріктіріп беруге болатын тапсырма, жұптарды біріктірген кезде беруге болатын тапсырма деп тапсырма арқылы да саралайсыздар, Және де онымен қоса тағы да бір несі, дерек көздері және қолдану арқылы саралайсыздар. Мысалға, сіздер өздеріңіз дерек көздерін, қандай дерек көздерін беріп отырсыздар, Интернет платформаларын беріп отырсыздар ма, оқыту платформаларының бойынша беріп отырсыздар ма дерек көздерін, әлде өзіңіздің видео таныстырымдарыңызды беріп отырсыздар ма? Сол беріп отырған дүниелеріңізге қарай сіздер не істейсіздер? Өздеріңіз дерек көздерін қолдануды арқылы саралайсыздар. Осы саралау арқылы оқушыға өзіндік көмек ықпалыңызды тигізу мүмкіндіктеріңізді сабақ барысында айқындап отыра аласыздар. Және диалог және қолдау көрсету арқылы сіздерді саралау жүргізе аласыздар. Оқушылардың, мысалға үшін, қарқыны екі түрлі оқушыны біріктіріп қойсақ біз, екінші бір оқушы жақсы біледі бәрін, тек оның қарқыны кішкене баяулау бала, ойын баяу жеткізеді. Ал бір оқушы болуы мүмкін жылдам тез айта алатын оқушы, Осыларды да топтастырып бірге жұмыс жасатқан кезде біз олардың негізгі қажеттіліктері, мүмкіндіктерін ескере отырып саралау, Сонда жалпы тапсырманы саралау және әртүрлі тапсырмаларды саралай отыру керек, және ресурстарды да саралау, Тапсырмаларды жалпы тапсырма ретінде, әртүрлі тапсырма ретінде, ресурстарды жалпы және әртүрлі тапсырма ретінде саралау ұсынылатын болса. Жақсы, енді осы бойынша біз мынандай бір жұмыстар жасап көрейікші сіздерменен. Әріптестер, қараңыздар, мен ойлаймын, сіздерге де естіліп тұр деп ойлаймын. Мен мынандай бір тақта көрсетіп тұрмын. Сіздердің алдарыңызда презентацияның беті, бұл презентацияның бетінде көріп тұрғандарыңыздар асинхронды оқытулардың, қашықтан оқыту кезіндегі ерекшеліктерін ескере отырып, саралаудың қандай тәсілдерін қолдануымыз мүмкін. Жаңа саралаудың тәсілдерін біз мында қойып отырмын. Ортада көріп тұрсыздар мінекей, ресурстар, диалог және қолдау көрсету, қорытынды, бағалау, тапсырма, топтастыру, кешіріңіздер, тапсырмалар және қарқын деп тұр, Мен қазір сіздерден сұраймын, бір-бірлеп сұраймын. Осы бойынша біз сызбалар сызып көрейік. Қанекей, бағадан бері айтқан теориямызды бір қайталап көрейікші. Ресурстар тұр ғой, мына ресурстар. Осы ресурстар сызба қайда бару керек деп ойлайсыз?
мына ресурс бірге бару керек па? Бірде көріп тұрғандай, дағдыны өз бетінше өңдеуге арналған практикалық тапсырмаларға бару керек па? Әлде екіге бару керек па? Өз бетінше оқуға арналған мәтіндік ақпараттық материалдарға, әлде бағалау үшін тест тапсырмаларына бару керек па? Әлде кері байланысқа бару керек па? Қалай ойлайсыздар? Так, ал әріптестер, айтсаңыздар. Мен қайда апарайын ресурсты? Ресурсты нешеге апарайын? Аха, ресурсты екіге апарыңыз дейді. Екіге апарыңыз дейді. Көп әріптесіміз екіге. Бірге де апарыңыз дейді. Жақсы, екіге апарыңыз, бірге апарыңыз. Керемет. Ал диалогты оқыту және қолдау көрсетуді қайда апарайын? 1, 2, 3, 4 қайсына апарайын? Диалогты оқыту және қолдау көрсету. Оны да екіге апарыңыз дейсіздер. Жақсы. Кішкене әдемі болмай жатыр енді мен сіз балаларым. Бұны мен басқа түспен алуым керек еді, иә? Сөйтейінші, бұны басқа бір түспен алайыншы. Так, диалогты оқытуды бірге де апар дейсіздер, иә? Диалогты оқытуды 4-ке де апар дейсіздер. Кері байланысқа да. Өте жақсы. Гүлжан айтады, барлығын апарғанымыз дұрыс болатын шығар дейді. Жақсы, оған да келістік. Келесі қорытынды. Қорытындыны қайда апарайын? Қорытындыны 3 пен 4-ке апарыңыз дейді. 3-ке, 4-ке дейді. 4-ке дейді, 3-ке, 4-ке. Өте жақсы. Өте жақсы, әріптестер. Белсенді болатыныз. Керемет, рахмет. Бағалауды қайда апарайын? Бағалауды қай бөлікке апарайын? Бағалауды қайда апарайық? Бағалауды 3-ке апарыңыз дейді. Бірге де, 3-ке де, 4-ке де апаруға болады дейді. Бірге де, 3-ке де, 4-ке де апаруға болады дейді. Бірге апаруға болады, 3-ке апаруға болады, және 4-ке апаруға болады дейді. Жақсы, рахмет. Топтастыруды қайда апарайын? Топтастыруды. Топтастыруды қайда апарайын? Бақыт, 3-ке апар дейсіз ба топтастыруды? Топтастыру. Бірге апар дейді. Топтастыруды бірге апар дейді. Топтастыруды бірге апарайын. Так, 2-ге де апарыңыз дейді топтастыруды. Жаңа оққандарыңыз бойынша еске түсірейік. Бірге апарыңыз дейді. Так, арайлым, жақсы. Бірге апарыңыздар дейді. Апардық. Жақсы. Енді тапсырмаларды ше? Тапсырмаларды. 3-ке апарыңыз дейді. Так, 1, 2, 3-ке де апарыңыз дейді Гүлнұр. 3-ке апарыңыз дейді. Так, 1-ге де апарыңыз. 2-ге де апарыңыз дейді. Және 3-ке де апарыңыз дейді. Так. Барлығына да жатуы мүмкін дейді Гүлжан. Өте жақсы. Так. 3-ке апарыңыз дейді. Апардым, жақсы. Ал қарқын ше? Қарқынды қайда апарайын? Қарқынды қайда апарайын, әріптестер? Қарқынды. Қарқынды барлығына да апарайын ба? 1, 2, 3-ке дейді. Қарқын 1-ге, қарқын 2-ге. Мынаның түсі кішкене басқа анық көріне ме, көрінбей ма? Және 3-ке де апарыңыз дейді. Айсұлу айтады, барлығына да жатады дейді. Зейнеп апай әріптесіміз айтады, 1 мен 2-ге жатады дейді. Жақсы, мінекей, әріптестер бағанадан бері теорияда айтқан дүниемізді қорытындылап алдық па осы жерде? Сонымен, саралаудың 7 тәсілін біз асинхронды оқытудың мына 4 бағытының қайсына жататынын айқындап, сізбен біз талқыладық, көрдік, иә? Суретіміз мынандай болып шықты, кішкене сәл сызбам менің кішкене әдемі болмады, иә? Жақсы. Келесі осы неміздің екінші енді синхронды бөлігін қарастырайық. Так, келесі. Ал мұнда келіңіздер. Енді мен жерге белсенділіктеріңізді танытқандарыңызды қалаймын. Мынаны да бір қайталап өтейік біз. Сонымен, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай 5-ші және 6-шы цифр тұр. Тікелей оқу. Ресурстар қайсына барсын? Тікелей оқуға барсын ба, әлде қарым-қатынастар құралдарына барсын ба? 5-ке барсын ба, 6-ға барсын ба? Ресурстар. Көрінбейді? Көрінбей қалды ма, не әріптестер? 5-ке барсын дейді. Жақсы.
Ресурстар 5-ке барады дейді. Так, 5-ке барады дейді, бәрі айтады, тікелей оқыту дейді. Ресурстар өте жақсы. Ал диалог және қолдау көрсетуші. Диалог және қолдау көрсету. Диалог және қолдау көрсету қайда барсын? 6-ға барсын дейді. Келісесіздер ме, әріптестер? Қарым-қатынас құралдары ретінде, мен қателестім. Так, жақсы. Так, келесі. Так, 6-ға барсын дедіңіздер. Өте жақсы, көп рахмет. Қорытынды ше? Қорытынды қайсына барсын? Қорытынды қай жаққа барсын? Саралаудан қай тұсына барсын? 6-ға ма? Ол да? 6-ға дейді. Қарым-қатынас құралдары ретінде 6-ға барсын. Бағалау қайда барсын? Бағалау қай жаққа барсын? Бағалаудың стрелкасын қайда апарайын? Оны да 6-ға ма? Қарым-қатынас құралдары ретінде бағалауды қолданатынсыздар дейді, иә? Жақсы. Ал топтастыру ше? Топтастыру. Топтастыру 5-ке де, тікелей оқу кезінде де, және қарым-қатынас құралдары ретінде де дейді. Жоқ, көбісі тікелей оқытуға ғана алып отыр. 5-шіге алып отырмыз. Ал тапсырмалар қайда барсын? Тапсырмалар. Тапсырмалар қайда барсын? Тапсырмалар 5-ке дейді. Қарым-қатынас құралдары ретінде де тапсырмалар болуы мүмкін, тікелей оқыту кезінде де тапсырмалар болады, дейді әріптестеріміз. Өте керемет. Қарқын қайда барсын? Келесі, қарқын. Соңғы біздің қалған бағытымыз ол қарқын болатын. Қарқын қайда барсын? Қарқынды қайда жіберейін? Қарқын екеуіне де бару керек дейді ма? Береке, солай дейсіз ба? 5-ке де 6-ға да дейсіздер, иә? Жақсы, 6-ға да барсын, 5-ке де барады дейді. Сонымен, әріптестер, бұл 2 жасаған жұмысымыздың нәтижесін қалай өзімізше қорытындылай аламыз? Айтыңыздаршы. Сонымен, саралаудың кең тараған 7 тәсілін сіздер асинхронды оқытуда, синхронды оқытуда да қолдана аласыздар деген ұғымды мен айтсам қателесем ба? Әріптестер, келісесіздер ме соған? Қателеспеймін, иә? Қателеспейсіз дейді. Көп рахмет. Ондай болатын болса, біз саралап оқытуды барлық кезеңде қолданып отырғанымызды айтасыздар. Өте жақсы, көп рахмет сіздерге. Өте көп рахмет. Жақсы, өте жақсы тапсырмалар орындадық, біраз жұмыс жасадық. Енді әріптестер, сілтеме тақтамен жұмыс жасап көрсек. Осы жаңағы айтқандарымыздың барлығын енді дәлел түрінде жазып көрсек, толтырып көрсек. Қалай қарайсыздар? Ол үшін сіздердің мына жерге мен чатқа сілтемелер жіберем. Сол сілтемелерді басу арқылы тақтаға өте аласыздар. Тақталарға өте аласыздар. Сол тақталарға өткен жолмен тақтаға өтуді бөлген болатымын. Мынаған жаққа сол арқылы өздеріңіз біліңіздер. Бұл жолы өз еріктеріңізге салайын. Қайсына қатысқыларыңыз келеді, қай тақтаны толықтыруларыңыз келеді, сол тақтаны толықтыруға сіздерге мүмкіндік жасайын. Тақтаға кірген кезде, сіздер онымен қалай жұмыс жасайсыздар? Міне, сілтеме сіздердің алдарыңызға чатқа шықты, иә? Сол чатта басыңыздар. Сіздер жақсы білесіздер ғой. Егер де ұялы телефонмен отырсаңыздар, онда сіздер бұны істей алмауларыңыз мүмкін. Өйткені ұялы телефондарыңызда Google таныстырылымы орнатылмағандықтан. Ал кейбіреуіңіздің ұялы телефондарыңыз мүмкіндіктері өте жақсы болып орнатылып жатса, ол әрине өте жақсы. Ал сіздер өздеріңіз сол ұялы телефондарыңыз арқылы жай көрілме болып көре аласыздар. Ал егер де соткадан немесе компьютерден немесе ноутбуктан қойып отырсаңыздар, онда сілтемелерге кіре аласыздар. Сілтемелерге кірсеңіздер, системеге кіру арқылы сіздер не істей аласыздар? Кірген бойынша мен қазір сіздерге оны демонстрациялап көрсетуге тырысамын. Менің компьютерімнің жай жұмыс істеп тұрғанының себебінен әлі ашылмай жатыр, иә, беттері. Әрқайсыңыз кіріп көрсете берсеңіздер. Мен экранын начать показға салдым. Өте жақсы. Менің экранымнан сіздерге қазір осы ақпараттар көріну керек. Жақсы. Міне, сілтемелерге кірген кезде мынаны көріп отырсыздар ма, осындай бөліктерді?
Өте жай қимылдап тұр ма менің неме аты интернеттің несі ма, компьютердің өзі ма білмеймін, жай жұмыс істеп тұр бүгін. Мүмкін ноутбукта кішкене жайлап жұмыс істеген нететін шығар. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жердегі стикерлерде жазулар тұр. Жаңағы біздің өзіміздің сызба арқылы талдаған негізгі бірінші 4-еу, екінші 2-еу, асинхронды оқытудағы 4-еу және синхронды оқытудағы бөлік бойынша сіздерге тақталар дайындалған. Сол тақталардың көмегі арқылы сіздер қазір жұмыс істеп көрсеңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай, дағдыны өз бетінше өңдеуге арналған практикалық тапсырмалар деп тұр. Осы практикалық тапсырмаларға мен мыналарды жазып қойдым. Қорытынды, қарқын, диалогты оқытуды қолдау және тапсырмалар деген қарқынның бір 4-еуін алып тұрмын. 4 тәсілін алып тұрмын. Осы 4 тәсіл үшін сіздерге қазір мына жерде не істейтіндеріңізді сіздер өздеріңіз жазсаңыздар. Иә, мында бір әріптесіміз отыр екен, басқа әріптестерді қазір тыңдап алсаңыздар, егер де сіз не істейсіз? Мына жерге мен мысалы үшін қорытындыға біреуін көрсетіп қойдым. Блум таксономиясы деп, тапсырмалар түрі дедім. Сіз қалай жұмыс істей аласыз? Қазір сіз мына терезеңіздің сол жағында тұрған мына инструменттер арқылы жұмыс істей аласыз. Бұл инструменттер арқылы жұмыс істегенде мына стикерді бассаңыз, сіздің алдыңызға стикер шығады. Осы стикерға қажетін жазасыздар. Мысалы, қажетті сөздерді жазсаңыздар, иә? Мысалы үшін, тапсырмалар десеңіздер. Жазасыздар, жазғаннан кейін сохранить дейсіздер. Сақтайсыздар. Түсін өзгертуге болады, әріптестер. Мына жердегі түстерді алып, стикерлердің түсін басқа түспен алуға болады. Сохранить батырмасын басқаннан кейін, басқан кезде мына тақтаға сол жазған осы сөзіңіз стикермен шығады. Сол кезде оны өз еріктеріңізбен қай жерге апарып қоям десеңіздер де қоя аласыздар. Не дейді? Мына мен жазғанымды неге алмай тастады? Так. Например, жай жазып жатырмын, е? Сохранить десем, менікі сақтаймай тұр ғой. Міне, так. Жазғаным сақтапты, мінекей, мен тұр. Осыны алып, қай жерге апарып қойғыларыңыз келеді, өздеріңіз қоя аласыздар, мінекей. Осындай жұмыс жасап көріңіздерші. Немесе мынау дайын тұр ғой, мінекей. Осы дайын тұрған батырманы бассаңыздар, мына 3 нүкте бар. Осы 3 нүктеге келсеңіздер, изменить десеңіздер, мынаның орнына қажетті өздеріңіздің сөздеріңізді жазсаңыздар, сосын жаңағыдай сохранить дегенді басатын болсаңыздар, осы жерге пайда болады. Қане, әрқайсымыз жұмыс істеп көрсек, тақтаға кіре алып жатсыздар ма? Мына жақта чатта бірдеңе жазып жатсыздар ма? Так. Нестабильный подключение к интернету деп шығып тұр дейді. Аха, сіздікі тақтаның көрмей қалдым дейді. Тақта енді көрініп жатыр. Қараңыздаршы, енді көрініп жатыр. Жақсы. Біз тақтаның сәл кішкене интернеттің байланысты кішкене слабылау қозғалып тұр. Жақсы, тапсырма түсінікті болса, жасап беріңіздер. Осы тақтаның қайсына болсын кіріңіздер. 4 тақтаның қайсына кіре алсаңыздар да кіріп көріңіздер. Мен мінекей көріп тұрсыздар, интернет слабый болып тұрған өте көп тұр. Мына жерде 4 әріптесіміз отыр екен. 4 әріптесіміз алып бастайық. Мынаған келіңіздерші, мына жерде бассаңыздар, мына шпыр шығады. Содан изменить десеңіздер, изменить етуге болады, өзгертуге болады мынаның ішіндегі. Мен ана жайды әдістерге дайындап қойған стикер ғой. Ал жаңадан стикер жасағыларыңыз келсе, мына батырмасы арқылы басасыздар да, мына батырма арқылы басып, мына жерге стикерлер жазасыздар да, сохранить дейсіздер. Осы арқылы жұмыс істеп көріңіздер. 3 әріптесіміз осы жерде жұмыс істеп жатыр екен. Ал кері байланыста кімдер жұмыс істеп жатыр екен, көрейік. Кері байланыс тақтасында кімдер жұмыс істеп жатыр екен, әріптестеріміз? Менің әрең жылжып қозғалмай тұр. Кері байланыста мен бағалау және диалог және қолдау дегенді алыптық. Мына жерде бір әріптесіміз бар екен. Сол отырған әріптесіміз сізден өтініш. Мына жерге жазыңызшы, қандай нәрселерді қалайсыз мінекей. Мынаған келсеңіз, мына жерде изменить деген бар. Осы изменить арқылы жазуға болады. Екі тағы бір әріптесіміз келіп қосылды. 2 әріптесіміз болды, өте жақсы. Мына жерлерге де келсеңіздер, изменить деуге болады. Немесе мына стикерлер арқылы добавить деп алуға болады. Мына жерге бір әріптесіміз келіп, мында жазайын деп жатыр. Жазыңыз. Осының үстінен басыңыз. Осы 00 деп тұрған стикердің үстінен басыңыз. Үстінен бассаңыз, изменить деген тұр. Сол изменить арқылы өзгерте аласыздар. Так, жаза берсеңіздер, мүмкіндіктеріңізше орындай беріңіздер. Келесі тест тапсырмалар бойынша тақтада кімдер бар екен? Олардың не істеп жатқанын көріп қайтайық. Тақтаға өтудің өзі кішкене менде уақыт алып тұр.
сол уақытты пайдаланып сіздер жаза берсеңіздер, әріптестер. Жаңа алдындағы тапсырманы өте белсенді орындадық қой. Сол сияқты бұл жерге де өз қалауларыңыз бойынша өзіндік жұмыстарыңыздың жүйелігін жаза берсеңіздер. Дағдыларды бағалауға арналған тест тапсырмалары бойынша. Мінекей, мұнда да 3 әріптесіміз отыр екен. Жақсы, 3 әріптесіміз. Ол әріптестер өте көбейді. Керемет, керемет. Қаншама нәрсе жазыпты мына жерде, өте жақсы, рахмет. Салыстырмалы сәйкестендіру дейді. Так, салыстырмалы сәйкестендіру. Бұған қалай қарайды екенсіздер? Жақсы. Уақытты шектеу және белгіленген тапсырмалар санын анықтау. Ашық сұрақтар. Жақсы, өте жақсы. Келесі осыны толтырып жасай берсеңіздер, мен не арқылы, сіздердің жұмыстарыңыз арқылы мен оны қазір қарап көре берсем. Сонымен асинхронды оқытуға байланысты, синхронды оқытуға байланысты біз сіздерменен өзіміздің саралау қарқындарымыздың қайсысында жататынын жаңа айтып өттік қой. Енді сол бойынша әрекетімізді кішкене жүйелеп алайықшы. Бұл дегеніңіз бұл жерде сіздің нақты бір тура дәл жауап айтуыңыз, айтпауыңыз емес бізге қажет нәрсе. Қажет нәрсе айтылған пікірлердің ішінен әркім өзіне қажетті бір жақсы сызба схема алу керек. Осы арқылы. Біз білеміз, кез келген мәліметтердің барлығы, мысалы осы вебинардың өзі, өткізіліп жатқан вебинар, толықтай сізге қажеттілігі болмауы да мүмкін. Сіз әр вебинарға қатысқан кезде содан бір нәрсе алсам екен дейсіз. Барлығын есіңізде қалмауы мүмкін. 40 минуттағы берілген ақпараттың барлығы. Ішінен бір нәрсе сіздің есіңізде қалу керек. Соны жақсарту керек. Сол сияқты біздің де мына сызбамыз, бүгінгі дайындап шығайын деп отырған сызбамыз, өзіміздің әрі қарай практикамен жұмыс істеуімізге көмегі тисе. Мен мынаны алам, мынаумен келіспеймін деген сияқты өзіндік пікірлеріңіз қалыптасатын, өзіндік бір жүйелі кесте құрап шығарсақ деп ойлаған едім. Әріптестер, кәнекей белсенді болғандарыңызды қалаймын. Жақсы. Мына әріптесіміз жазайын деп отырсыздар ғой, үстіне басыңызшы мінекей. Міне, изменить деген шығады міне. Көрдіңіз бе? Осы изменить арқылы сіз өзгертіңізші. Осындағы сөзді өзгертіңіз. Түсінемесіз, бастыңыз ба? Изменить дедіңіз ба? Мінекей. Енді мына жерге изменить міне. Енді осы изменить мына жердегі сөзді алып тастаңыз, өзіңіз сөз жазыңызшы. Қандай сөз жазғыңыз келіп отыр, соны жазыңызшы. Жазыңызшы, қандай сөз жазғыңыз келіп отыр. Өз бетінше оқуға арналған мәтіндік ақпараттық материалдар үшін нені сіз дұрыс деп ойлайсыз? Не беріледі? Қандай әдістерін беріледі деп ойлайсыз? Жазсаңыз. Әріптес, сізді күтіп отырмыз. Әріптестер, неге нетесіздер, қысыласыздар, жазсаңыздаршы. Әріптестер. Сәл тағы да күте тұрайық. Асинхронды оқыту бойынша өз бетінше оқуға арналған мәтіндік ақпараттық материалдарды меңгерту үшін дерек көздерін, қарқын шектеусіз тапсырмалар. Тағы да не айтар едіңіз сіз, не қосар едіңіз? Ресурстармен жұмыс. Жақсы. Басқа жақтағы әріптестеріміз не істеп жатыр екен керек? Міне, керемет. Мына жерде дағдыны өз бетінше өңдеуге арналған практикалық тапсырмаларда өте көп біраз дүниелер келіпті. Диалог және қолдауға тапсырмалар, кері байланыс беру дегенді алған екен. Қарқынға тапсырмалар, тест тапсырмалары, сілтемелерді қосыпты тапсырмаға, тапсырмалардың түрлері дейді, түрлі платформадағы сілтемелер дейді, қалыптастырушы бағалау дейді тәжірибеге. Өте жақсы. Ресурс көздері қайда қояйын деп жатсыз әріптес? Тамаша. Тапсырмаға ол ресурс көздері. Ресурс көздеріндегі тапсырмаларды да балаларға беруге болады, Өте жақсы. Егер де сіздердің барлығыңыз менде тіркелген, мен білетін болсам, мынаның бәрі сіздердің аты жөндеріңіз шығып тұрар еді. Оқушыларыңызда мынаның бәрі аты жөндері шығып тұрады, өйткені оларды сіз білесіз ғой. Ал мен сіздер маған бүгін ғана қосылып отырғанда, мен сіздерді білмегендіктен, мынандай суреттермен көрсетіліп тұрады сіздердікі. Бұл жердегі бар жоқтарыңыз. Мына батырма, мына жерде әлі іштен қозғалмапты ғой. Кері байланыс бағыты бойынша әлі ешқандай жұмыс жасамапты. 3 әріптесіміз отыр мында, бірақ ештеңе істемей жатыр. Әріптестер, бір нәрсені жасасақ, біздің уақытымыз болып қапты ғой. Жақсы.
бұл жұмыстарды кестені былай келсе қайтеді. Мен өткенде де бірақ айтқан болатын, өткенде де сіздерге өтініш жасаған болатынмын. Бірақ сіздер оны да тағы да жасамадыңыздар. Сіздерге көбінесе айналып келген кезде тапсырма берілген болатын, ол тапсырманы сіздер жаса деп өтініш жасаған болатын, байқап көрерміз мүмкін деп сұрақ қоятын тақта берген болатын сіздерге. Сіздер оны да жасамадыңыздар. Және де онымен қоса сіздердің өздеріңіздің қандай сұрақтарды мазалайды, осы неде вебинарда нені толықтырайын, тағы не енгізейін деген сұраныстар түскен болады. Ол сұраныстар бойынша ештеңе айтпадыңыздар, міне тақта бос тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау шимайлап басқа бірдеңелер жазып қойыпсыздар керісінше. Так, жақсы. Вебинарымыздың негізгі таныстырылымызды ары қарай жалғастырайық. Сонда қарап отырғандарыңыздай, мінекей, қараңыздаршы, өз бетінше оқуға арналған мәтіндік тапсырмалар бойынша мінекей толықтыру, төртеуінің несі бойынша, және де мінекей синхронды оқыту бойынша екеуі, тікелей оқыту мен қарым-қатынастық оқыту бойынша тапсырмалардың көздерін мен саралауды осыған бөліп тұрмын, осылай бөліп тұрмын. Қарым-қатынас құралдарына диалогты және қолдауды тапсырманы және қарқынды алып тұрмыз, иә. Ал тікелей оқуға мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Жаңағы сілтемені қолданып, әріптестер өздеріңіз үйде осыны жасап, ертеңге дейін нақтылап толтырып көресіздер ма? Жасап көріңіздерші. Иә? Жасап көрсеңіздер өте жақсы, тиімді болар еді өздеріңіз үшін, иә? Және де сіздерге әріптестермен тағы да мынандай бір сілтеме беремін қазір. Көріп тұрғандарыңыздай, нелерде көріп тұрсыздар, экрандарыңызда көріп тұрған презентациядағы негізгі байқап көрейік деген сіздерге ұсыныс тұр. Сол ұсыныс бойынша байқап көрсеңіздер. Өздеріңіз жасап көрсек үйде. Жалпы осы қашықтан оқыту кезінде Google таныстырылымын қолдана отырып, сіз қандай не жасай аласыз? Жабу несі бойынша, кестесі бойынша сіз не істей аласыз? Осыны өзіңіз саралап көрсеңіз деген ойменен. Мен сіздердің қазір экрандарыңызға мүмкіндігім болып жатса, сілтеме берем. Сол сілтеме арқылы біз сіздерге сол сілтемедегі кірсеңіздер, өздеріңізге көмек болатын біраз мәліметтер бар сол жерде. Сол көмек болатын мәліметтер арқылы, мына сілтемені мен қазір сіздерге ұсынайын. Қазір сілтемемді алуда сәл мен үшін қиындау болып отыр. Жақсы. Так, сілтемені алған кезде қарап отырғандарыңыздай, көріп отырсаңыздар, менің почтам тұр. Осы сілтемені жасағаннан кейін менің почтама да жіберулеріңізге болады. Бұл сілтеме сіздерге не үшін көмектеседі? Ары қарай жұмыстарыңызды қалай жақсарту үшін көмектеседі. Міне, сілтемені мен мында салайын, чатқа салам. Әрең дегенде алдым, копировать етіп. Осы сілтеме арқылы сіздер таныстырылым үшін, мысалы үшін қалай жасауға болады, қалай істеуге болатын туралы ақпарат ала аласыздар. Жаңа мен жасаған технический көмектердің ғой, соның барлығын осы сілтеме арқылы сіздер біраз мәліметтер аласыздар. Ол мәліметті маған жіберіңіздер. Уақытым менің аз қалды. Жалпы сіздерменен бүгін маршруттық парақ дегеніміз не туралы сөйлескім келген болатын. Маршруттық парақ. Осы маршруттық парақта біз көбінесе әріптестер не жасаймыз? Әртүрлі дүниелер жасаймыз, әртүрлі нәрселер жасаймыз. Сондықтан бұған да тағы да мен сіздерге тағы бір сілтемеге мүмкіндік алайын деп отырмын. Сіздердің тағы да бір байқап көрулеріңіз бойынша сұраныс арқылы тағы да бір сілтеме алынып отыр. Бұл сілтеме бойынша, сілтемеде сіздер кіріп, өздеріңіздің бағалау, балаларға бағыттау несін, парағын жасап үлгісін ұсынуларыңызға болады. Осы жерге бағалы парағын ұсынып жасасаңыздар, жақсы болар еді. Міне, ол сілтемені де жіберейін сіздерге қазір. Бұл сілтемені де өздеріңізге көшіріп алсаңыздар. Сілтеме арқылы, осы сілтемеде арқылы, мына көрсетіліп тұрған, суретте көрсетіліп тұрған заголовок бойынша жасалынған, мен бастап қойғам бір бетін, соны ары қарай сіздер толықтырсаңыздар. Мен де бүгін толықтырамын. Осы жұмыс сіздерден сұралады. Бұны үйде жасап көрсеңіздер өздеріңіз. Тағы да әдетке айналдырып отырған бір дүниеміз, сіздерге әрбір вебинар соңында осындай бір не бергімізге отыр. Пайдалы ресурстар бергімізге отыр. Бұл пайдалы ресурстарды фотоға түсіп немесе скриншот жасап алыңыздар. Өздеріңізге сол қажеттілігі туындайтын шығар. Және де вебинардың мынандай рефлексия жасағым келеді. Вебинардың соңында мінекей мынаның барлығын түсіріп алыңыздар. Сұрақ қойғыларыңыз келсе, сілтеме тұр мінекей. Және де жаңа Jamboard презентациясының қалай жұмыс істеу керек бойынша да сілтеме тұр. Енді сіз осы бүгінгі вебинардың қорытындысы бойынша тәжірибеңізге, өзіңіздің тәжірибеңізге, аласыз ба?
бүгінгі вебинардың жасалынған жұмыстарды тәжірибе үшін алар ма едіңіз бірдеңені, нені алар едіңіздер? Шешім таппай алып қалсаңыздар, қандай да болмасын ашық сұрақтарыңыз болса, оны өздеріңіз қойсаңыздар маған. Иә, алам дейді Береке. Не аласыз, мысалы үшін, не алар едіңіздер? Не аласыздар? Біздің уақытымыз өте аз қалды, 1-2 минутымыз бар. Өйткені қазір сағат 11-де тура осы вебинардың орыс тіліндегі сіздерге ұсынылады. Людмила Чернобук сіздермен жұмыс жасайды. Орыс тілді вебинар тыңдағыларыңыз келсе, дәл осы вебинар. Ол кісілердің істеген жұмыстары бар. Ол кісілер өте керемет презентация жасады. Мен де оны сіздерге көрсеткім келген негізі. Жаңа скоростың жайлығына байланысты көрсете алмадым. Жақсы. Не аласыздар? Бүгінгі вебинардан бірден алар емедіңіздер? Маршруттық парақ. Давай былай істейік, қымбат. Осы маршруттық парақты мен сіздерге үлгісін көрсетем. 3-ші вебинарда көрсетем ба, 4-ші вебинарда көрсетем ба, көрсетеміз. Бірақ сіздер өздеріңіз жасап көріп, жаңағы сілтемеге, мына екінші сілтемеге жасап көріңіздерші. Сіздердің де нелеріңіз, сонымен бәріміздің қосып, хотя бы бір 3 маршрутный парақтың, бағыттаушы парақтың 3 бір үлгісі болса, содан бір әдемі үлгі шығаратындай мүмкіндігіміз болса, қалай қарайсыздар? Мен осыны күтем. Әріптестер, бізде ертең тағы да сағат 10-осындай кезде вебинарымыз бар. Осы вебинарымыз 3-ші вебинарымыз. Енді бұдан кейінгі вебинарлар бірінің артынан бірі болады. 3-ші, 4-ші, 5-ші, әрі қарай 6-ші, 7-шілер қатар-қатарынан болады. Сондықтан бүгінгі күні, ертеңгі күнге тапсырмаларды бүгін орындасаңыздар, жалқауланбайықшы. Активный болайық, белсенділік көрсетейік, жұмыс жасап көрейік. Жақсы ма? Так, басқа кім? Қымбатта басқа кім тағы да өзінің ойын айтады. Осы вебинарда тәжірибе үшін нені алар едіңіз? Осы вебинарда бүгін күні бойы көрсетілген дүниеден не алар едіңіз? Гүлбақыр әріптесіміз сізге көп-көп рахмет. 1-ші мектеп бойынша 35% мұғалім, 44-ші мектеп бойынша 10%, 4-ші мектеп бойынша 3%, қалғаны СПМ бойынша басқа әріптестеріміз қатысып отыр екен. Жақсы, көп-көп рахмет. Бұл бізге өте керек ақпарат. Өйткені біз арнайы өздеріңізге жасап отырғандықтан. Гүлбақыр әріптесіміздің ақпаратымен көшіріп алайын өзімеге. Жақсы, рахмет. Өкініштісі толық көріп ести алмай жатырмыз дейді Айсұлу әріптесіміз. Енді ол әр жердің интернетінің әлсіздігіне байланысты болады енді әрине. Жақсы, ондай әріптестер, келесі вебинарға уақыт жетпей қалып жүр. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Әрине, үндемей келіп, жай ғана тыңдап кеткен емес, біздің мақсат ол емес, әріптестер. Сіздер өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер, сол ой пікірлеріңізге біз сіздердің үн қатқандарыңызға байланысты келесі ертеңгі күнгі вебинарды жақсартуымыз керек қой. Ол вебинарлардың барлығын. Сондықтан да әріптестер, қайтадан өтініш сіздерден жұмыс жасауларыңызды сұраймыз. Көп-көп рахмет. Әрине, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.